Абай атындағы номері 4-ші мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Қасымова Гүлдәурен Ырзалыққызы. Мен сіздерге математика сабағында күнделікті қолданып жүрген қарапайым әдіс тәсілдермен таныстырамын. Сіздердің алдарыңызда 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға қалай оңай көбейту жолы. Яғни 23 пен 32-нің көбейтіндісін табу үшін біз бірлік пен бірлікті көбейтеміз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6, тура соның астына жазасыз. Келесі 3 пен 3-ті көбейтесіздер. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9, 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4, екеуін қосамыз. 9 пен 4-тің қосындысы 13. 3-ін жазамыз, 1-ін ойға сақтайсыз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6, ойдағымен 7. Қазір осы тапсырманы оқушыға орындату арқылы бекітемін. 42 мен 24-ті көбейтіндісін қалай табамыз? Ең бірінші біз бірлік пен бірлікті көбейтеміз. 8. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Екеуін қосамыз. Сондағы бізде 20 шығады. 0-ін жазамыз, 2-сі ойда. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8. 2-сі ойда 10. Сондағы 42 мен 24-тің көбейтіндісі 18 болады. Назарларыңызға дөңгелек саннан қалай санды азайту жолын көрсетемін. Яғни 900-ден 1-ді азайтамыз, 899. 167-ден 1-ді азайтамыз, 166. 9 бен 6-ның айырмасы 3, 9 бен 6-ның айырмасы 3, 8 бен 1-дің айырмасы 7. Яғни 900 бен 167-ның айырмасы 733. Келесі көбейту тәсілінің тағы да бір түрі. 8 мен 4-ті көбейтіп аламыз. 32. Жаздым. 2 мен 3-ті көбейтеміз. 6. Енді 3 мен 4-ті көбейтіп аламыз. 12. 2 мен 8-ді көбейтеміз. 16. 16 мен 12-нің қосындысы 28. Қосамын. 2. 8 мен 3-тің қосысы 11. 6-ға 2, 8. Ойдағымен 9. 24 пен 38-дің көбейтіндісі 912. Назарларыңызға бастауыш сыныпта жиі қолданатын Гаусс әдісін ұсынамын. Яғни, мына сандардың қосындысын қалай оңай жолмен табуға болады. Әрине біз Гаусс әдісін қолданамыз. Ол дегеніміз 1 мен 10-ның қосындысы 11 болады. 2 мен 9-ның қосындысы 11 болады. Міне осылайша біз қанша 11 бар екен табамыз. Ол үшін 10 санын 2-ге бөлесіздер. 5. Яғни 5-ті енді 11-ге көбейтесіздер. Тең 55. Мына сандардың қосындысы 55-ке тең болады. Көбейтудің тағы да бір оңай тәсілі. 444 пен 4-тің көбейтіндісін табу үшін біз 4 пен 4-ті көбейтіп аламыз. 16. Себебі алдында тағы да 2 сан бар. 2 санның орнын тастап кетеміз. Енді 6-ға 1-ді қосасыздар. 7. 444 пен 4-тің көбейтіндісі 1776. Келесі 5 пен 5-тің көбейтіндісін тауып аламыз. 25. Арасына 2 сан тұратын орын тастап кетесіздер. 2 мен 5-тің қосындысы 7. Келесі 2 мен 5-тің қосындысы 7. 555 пен 5-тің көбейтіндісі 2775. 6 мен 6-ны көбейтіп аласыздар. 36. 2 санның орнын тастап кетесіздер. 6 мен 3-тің қосындысы 9. Және де 9. 666 мен 6-ның көбейтіндісі 3996.